Уа жаратқан Алла, аспан әлеміндегі және жердегі әрбір тіршілік иесі мұң-мұқтажын бір Алладан сұрайды. Ол күн, яғни сәт сайын үстінде, яғни ол болмысты бір-ақ рет жаратып қоя салған жоқ. Ол болмысты жоқтан жаратып, қайта жоқ қылып, қайтадан жаратып, сәт сайын өзінің ұлылығын, шексіз құдіретін, ілімін, теңдессіз шеберлігін және басқа да көркем есімдері мен сипаттарын паш етуде. Теңізде қатты жел болып, таудай толқындар кемені суға толтырған кезде кемедегілер «Уа жаратқан Алла» деп айғайлай бастайды. Керуен бағытын жоғалтса, жалғыз жолаушы шөлде жолынан адасса, «Уа жаратқан Алла» деп жалбарына бастайды. Кесел-кесапатқа ұшыраған адамдарды қатты қайғы мен ауыр мұң басса, бәлеге душар болып басқа іс түссе, «Уа жаратқан Алла» деп содан ғана медет күтеді. Пенденің алдында барлық есіктер жабылып, қолынан еш нәрсе келмей, шарасыздыққа ұшырағанда, ол «Уа жаратқан Алла» деп қолын жаяды. Амалы құрып, мұңайып, мүлдем үміт үзіліп, не істерін білмей абыржығанда кісі тағы да «Уа жаратқан Алла» деп жалбарынады. Кең дүние саған тар болып, жан дүниең жабырқап, амалың құрығанда, «Уа жаратқан Алла» деп әрқашан оған сыйын бауырым. Сені естідім, жаратқаным бүкіл жерде, кесел-кесапат торуылдап, жанға сызат түскенде, таңды тосып, атыңды атап жалбарсам, жарқырап, күлкі үйірілді жүздерге. Шын жүректен шыққан асыл тілек, жақсы сөздер Аллаға сөзсіз жетеді. Шынайы көз жасымен жуылған ықыласты дұғалар, жан жүректен шыққан мінәжат, оның дәргейінде сөзсіз қабыл болады. Мұқтаж жанның жанары оған қарап жәутеңдеп, қолын оған созады. Басына іс түскенде кім болса да одан жәрдем сұрап жалбарынады. Алланың есімін жер бетінде миллиондаған адам тоқтаусыз қайталап тұрады. Оны еске алу жүректі жібітіп, жан дүниені тыныштандырады. Көңіл марқайтар, жан жадыратар тыныштық сезімін алып келеді және күшті сенім тудырады. «Уа жаратқан Алла» дегенде бәрі өз орнына келеді. Жүрек жайбарақат, бір қалыпты қаға бастайды. Қорқыныштар ақырындап сейіліп, қара бұлттың арғы жағынан жарық күн көрінеді. Қараңғы туннельдің келесі бетінен жарық шұғыла шашады. Алла құлдарына өте шарапатты, қалағанынша ризық береді. Алла ең жақсы мағыналарды өзіне қамтыған ең көркем есім. Ол күллі аспан әлемі мен жердің және екеуінің арасындағы барлық нәрсенің Раббысы, жалғыз иесі. Ендеше оған құлшылық қыл және құлшылық қылғаныңда сабырлы әрі табанды бол. Оған аттас хам тең келетін біреуді білемісің? Алла тағала еш нәрсеге мұқтаж емес және мәңгілік, күш-қуат, ұлылық және кемеңгерлік иесі. Күллі жаратылысқа бүгін шексіз билік кімнің қолында дегенде, жаратылыс атаулының бәрі бір ауыздан, күллі болмысты бір өзі билеп, бір өзі меңгеріп тұрған шексіз билік иесі жалғыз Аллаға тән деп жауап береді. Алла тағала мейірімді әрі қорғаушы, қолдаушы әрі құтқарушы, жомарт әрі қамқор. Сендердегі әрбір жақсылық Алладан. Алла тағала ұлы және құдіретті билік иесі. Даңқтап сені бітіре алмаймыз жаратқан. Қанша айтсақ та жарлымыз сөз жақтан. Ұлылығың, ұлықтығың алдында ақыл-ойдың шегі әлсіреп бара жатқан. Уа жаратқан Алла, күйініштің орнына сүйініш, қайғының орнына қуаныш бере көр. Қорқыныш туа қалса, есендікке айналдыра көр. Уа жаратқан Алла, жүректерімізді қайғыдан, күмәннан арылта көр. Біздегі қорқыныштың алаулаған жалынын иман суымен өшіре көр. Уа Алла, ұйқысы қашқан көздерге тәтті ұйқы бер, жабырқаған жанымызға тыныштық бер, жәрдеміңді кешіктіре көрме. Уа жаратқан, адасқан азапты жолдан айқында айдын жолға шығуға, жан жаққа қарайлап адасудан арылуға мүмкіншілік бер. Бізді тура жолыңа сал.
Уа Алла, бізді шайтанның азғыруларынан сақта, жүрегімізге ақиқат нұрын төге көр. Уа Алла, бізді қайғы мұңнан арылтып, қорқыныштан және қайғырудан құтқара көр. Сенен басқалардан қорқудан, сенен басқалардан үміт етіп, сүйенгендерден, сенен басқаларға алақан жаюдан өзің сақта. Сен біздің қорғаушымызсың, сүйенер сүйенішімізсің. Бақытты өмір сүр. Иман мен жақсы іс бақытты өмір сүрудің кілті. Бұларды есіңде бекем сақта. Ілімізде көп оқы, өйткені кітап оқу қайғы мұңнан арылтады. Тәубе қылып жаратқаннан кешірім сұрауды тоқтатпа. Аллаға қарсы келуден қаш, өйткені күнәлар өміріңді улайды. Құранды әрдайым ой жүгіртіп оқып, Алла тағаланы еске ал. Басқаларға жақсылық жаса, көкірегің кеңейіп, өзіңді бақытты сезініп қаласың. Орынсыз қорқақтық шайтаннан, ер жүрек бол, өйткені ер жүректік өзіне сенуге және бақытты болуға жәрдем береді. Жүрегіңді кек сақтаудан, көре алмастықтан, жек көруден, сараңдықтан және басқа жаман аурулардан тазала. Барлық істе, тамақтануда, ұйқыда, елмен араласуда, сөз сөйлеуде, тағы басқада шегін сақта. Артық жүк жолаушыға азап. Қайратты еңбек пен пайдалы іс-әрекеттер саған уайым мен қиындықты ұмыттырады. Кескін келбетте, материалдық байлықта, тұрмыс тіршілікте, денсаулықта өзіңнен төмендегілерге қара. Өмірде кездесетін түрлі қиындықтар мен ауыр сынақтарға алдын ала дайын бол. Дайындығың болса, сен үшін қатты соққы деген болмайды. Жаман ойлардан алыс бол, және әр нәрсенің жаман жағын ғана ойлаудан сақтан. Ашуланба, кешіре біл. Басқаларды түсіне білуді және мейірімділік танытуды үйрен. Өмірдің қамшы сабындай қысқа екенін есіңнен шығарма. Жақсылықтан, рахат тұрмыстан айырылып қаламын деп сары уайымға салынба. Келешектегі жамандықтан қорықпа. Әр істе бір Аллаға тәуекел ет. Түймедегідейді түйедей етпе, ұсақ түйек қиыншылықтарды ауырға балама. Кесел кесапат болып кетсе қайтем деп ойлай берме. Әр нәрсенің өз уақыты, өз шешімі болады. Басыңа келетін нәрсе бәрібір сені айналып өтіп кетпейді. Ал енді саған келмейтін нәрсе бәрібір келмейді. Тұрмыста қарапайым өмір сүр, артық ысыраптан алыс бол, өйткені артық ысырап аздырады. Денеге құл болу руханиятты құлдыратады. Алла тағаланың берген сыйларын саған келген сынақтармен салыстыр. Сонда сен жоғалтқаныңа қарағанда алған нәрсеңнің көбірек екенін түсінесің. Қайғыға батқан болсаң, өзің және айналаң үшін қандай жақсы нәрсе жасай алатыныңды ойла да, жұмысқа ықыласпен кірісіп кет. Егер де біреу саған жаман сөз айтса, оның сөздері саған емес, өзіне зиян алып келерін біл. Сондықтан ол туралы ойланбай-ақ қой. Әр нәрсенің жаман жағын емес, жақсы жағын ойла. Өйткені жақсы көңіл күй бақыттылықтың кепілдігі. Ешкімнің саған рахмет айтуын күтпей, жаратқанның ризалығы үшін ғана басқаларға жақсылық жаса. Өзіңе және айналаңа пайда алып келу үшін жан дүниеңе жақын кәсіпті таңда. Қандай жұмыс қылсаң да, шын ниетпен мүлтіксіз жасауға әрекет қыл. Сонда ол жұмыс өміріңдегі бақытыңның бір бөлігіне айналады. Әрбір іске жігерлі бол. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Жаратқан саған берген жақсылықтар туралы көп ойлан. Ол жөнінде айтып жүр және Аллаға шүкір ет. Алла саған берген денсаулық, мал-мүлік, отбасы және жұмыс сияқтыларға разы бол және олар үшін шүкір қыл. Басқалардың жақсы жақтарын көруге әрі бағалауға тырысып, ал жаман жақтары болса көз жұма қара. Барлық жағынан идеалды кісі болмайтынын түсін. Әрі бұл бірінші кезекте өзіңе байланысты екені есіңде болсын. Өсек аяңға көңіл бөлме, басқалардан кемшілік іздеме және қате жіберіп, бір жаман іс жасауын күтіп, әрбір қадамын аңдыма, өйткені бұл саған да, оларға да жақсылық алып келмейді. Спортпен шұғылданып, денсаулығың туралы көп ойлан, өйткені денсаулығы мықты адамның ой сезімі сергек болады.
Алладан кешірім және жақсылық тілеп әрдайым дұға қылып жүр.